Саламатсыңдар ма балалар? Мен Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының география пәнінің мұғалімі Тұрсынбаева Махаббат Салижановна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы гидросфера және оның құрамдас бөлігі. Сабағымыздың оқу мақсаты гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды. Сабақтың мақсаттары: гидросфера жердің су қабаты екенін білу, судың негізгі қасиеттерін айыру және табиғаттағы су айналымы туралы түсінік беру. Гидросфера балалар ғаламшарымыздың су сферасы. Гидросфера сөзі грекше гидра су, сфера шар деген мағынаны білдіреді. Су жердегі ең көп таралған заттардың бірі. Егерде біз глобусты қолымызға алып айналдыратын болсақ, онда балалар біз жер шарының көпшілік бөлігін көгілдір түсті екенін байқаймыз. Ол гидросфераның құрамдас бөліктері, яғни мұхиттар, теңіздер, өзендер, көлдер, су қоймалары, мұздықтар, мұзтаулар және жер асты сулары. Жердегі жалпы су мөлшері өте үлкен, яғни шамамен 1,6 миллиард куб километр. Судың 96,5% мұхиттарға тиесілі болып келеді. 1,7% жер асты суларына, 1,7% мұздықтарға, ал жер үсті суларына, яғни өзендер, көлдер, батпақ, атмосферадағы суға небәрі 0,6% тиесілі. Бұның барлығы жер бетінің 3/4 бөлігін құрайды. Гидросфераның құрамына балалар әртүрлі су кіреді. Қане елестетейікші, мына берілген стақан бұл бүкіл гидросфера. Гидросфераның қай бөлігін көрсетіп тұрмын сендерге? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс, бұл дүниежүзілік мұхит. Ал дүниежүзілік мұхит суының қандай ерекшелігі бар? Дұрыс, мұхиттың суы ащы. Ал егерде мен стақанды шетіне дейін толтыратын болса, онда ол қандай су болады? Дұрыс, қалған бөлігі тұщы су болады. Бұдан балалар біз қандай қорытынды жасай аламыз? Гидросфераның құрамында судың қай мөлшері көп? Яғни тұщы судың үлесіне 2,5%, ал ащы судың үлесіне 97,5% ғана тиесілі. Гидросфера тірі ағзалардың ертеден бері өмір сүріп келе жатқан ортасы. Ең бірінші ағзалар суда пайда болған. Судың қасиеттері өте қызық. Судың негізгі қасиеттері оның тұздылығы мен температурасы. Жаз бойы мұхиттар жылуды жинап, қыста құрлыққа береді, ал жаз мезгілінде болса, салқын әкеледі. Егерде судың осындай қасиеті болмағанда, онда судың температурасы, ауаның температурасы қазіргі температурадан -36 градус төмен болар еді. Су балалар көптеген заттарды ерітеді. 1 литр теңіз суындағы барлық минералды заттар жинағын судың тұздылығы дейміз. Оны промиллемен өлшейді. Яғни мұхиттағы орташа тұздылық 35 промилле. Әр 1 литр мұхит суында 35 грамм тұз бар екенін білдіреді. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Осы планетамыздағы тұщы су тек тұтынылама
жоқ әлде толықтырылады ма? Қалай ойлайсыңдар? Бұл жағдай неге байланысты екен? Дұрыс айтасыңдар. Табиғаттағы су айналымына тиесілі. Ал табиғаттағы су айналымы қалай жүреді? Күн сәулелерінің ықпалынан су дүниежүзілік мұхиттың бетінен үздіксіз буланады да жоғарыға көтеріліп салқындайды. Суи бастайды және бұлттар пайда болады. Бұлттардың бір бөлігі желдің ықпалымен құрлыққа қарай қозғалады, ал екінші бөлігінен теңіздер мен мұхиттарға жауын шашын түседі. Яғни мұхит бетінен буланған су ішінара қайтып келеді. Осылайша кіші су айналымы аяқталады. Құрлыққа қарай қозғалған бұлттардан да сұйық немесе қатты түрде жауын-шашын түседі. Атмосфералық жауын-шашынның бір бөлігінің сулары дүниежүзілік мұхиттың теңіздеріне, немесе Каспий, Арал теңіздері секілді тұйық су айдындарға таситын өзендерге құяды. Құрлыққа атмосфералық жауын-шашын түрінде түскен судың екінші бөлігі құрлық беті арқылы төмен өтеді және жер асты сулары мен дүниежүзілік мұхитқа не өзендерге қайта қосылады. Үлкен су айналымы осылай аяқталады. Құрлықтан оралған су қайта буланады да қайтадан құрлыққа түседі. Дүниежүзілік су айналымы осылай жүреді, яғни мұхит, атмосфера, құрлық және мұхит. Судың атмосфера арқылы мұхиттан құрлыққа және де құрлықтан мұхитқа алмасуының осы үздіксіз үдерісін табиғаттағы дүниежүзілік су айналымы деп атайды. Ал енді балалар, гидросфераның құрамдас бөліктерін қарастырайық. Өзен дегеніміз өздері қалыптастыратын арналар арқылы ағатын табиғи су ағындары. Өзендер ұзындығы мен суының молдығына қарай ажыратылады. Ніл өзені дүние жүзіндегі ең ұзын өзен, яғни оның ұзындығы 6671 километр. Ал Амазонка өзені болса, ең суы мол өзен. Көл суға толы табиғи арна. Көлдер тереңдігіне, алып жатқан ауданы және де абсолюттік биіктікте орналасуына қарай ажыратылады. Әлемдегі ең терең көл Байкал көлі. Алып жатқан ауданына қарай ең үлкен көл ол Каспий теңізі көлі. Ал Титикака көлі болса, теңіз деңгейінен 3812 метр биіктікте орналасқан. Мұздықтар мұз шоғыры болып табылатын табиғи түзілістер. Мұздықтар ғаламшарымыздың бетінде 16 миллион квадрат километрден астам аумақты, яғни бүкіл құрлық ауданының шамамен 11% алып жатыр. Олардың жалпы көлемі 30 миллион куб километрге жетеді. Жердегі мұздықтардың бүкіл ауданының 99%-дан астамы поляр аудандарына тиесілі. Сондай-ақ мұздықтар экватор маңындағы биік таулардың шыңдарында да кездеседі. Мысалы, Африкадағы Килиманджаро тауында биіктігі 4500 метр. Келесі, жер асты сулары. Жер асты суы дегеніміз, жер қыртысын құрайтын тау жыныстарының аралығындағы су. Жер асты суларының жер бетінен төменде таулы жыныстарда газ тектес, сұйық және қатты күйде орналасуы олардың ерекшелігі. 16 шақырым тереңдікке дейінгі жер қойнауындағы тұщы су қорларының болжамды есебі
400 миллион куб километр көрсеткішті құрайды. Және де жер асты суларының мол қоры Африка мен Азияда шоғырланған. Балалар, сендерге сұрақ. Гидросфера жер ғаламшарына және де адам өміріне қалай әсер етеді? Су табиғат компоненті ретінде үлкен рөл атқарады. Сондықтан да оны жер ғаламшарындағы тіршілік негізі мен шарты деп санайды. Гидросфера күн жылуын жинақтайды, жақсы сақтайды, оны жер шарының аумағына бөліп таратады және де осылайша ауа райының өзгеруіне әсер етіп, құрлық климатына айтарлықтай ықпал етеді. Су көптеген тірі организмдер, оның ішінде адам денесінде құрамына кіреді. Гидросфера суы тірі организмдердің мекендеу ортасы. Өйткені олар суда дүниеге келеді және тіршілігін суда өткізеді. Өсімдіктердің барлығына су тіршілік үшін қажет. Себебі ұзақ уақыт суарылмаса, олар тіршілігін тоқтатады. Адам организміндегі судың тапшылығы оның есінен тануына немесе өліміне әкеліп соқтыруы мүмкін. Жануарлар әлемі өкілдерінің көпшілігі де осындай жағдайды бастан кешеді. Сондықтан да барлық жанды тіршілік иелері әрқашанда суды тұтынуы тиіс. Су адамның шаруашылық іс-әрекетінде, ауыл шаруашылығында, кеме қатынасы мен өнеркәсіпте кеңінен пайдаланады. Адам су күшін электр энергиясын алу үшін пайдаланады. Сонымен гидросфера суы адам іс-әрекеті үшін қажет шарттардың бірі. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмада сендерге географиялық есептер берілген. Бірінші есеп. 1 тонна мұхит суында қанша тұз болады? Екінші есеп. Каспийдің солтүстігінде тұздылық 14 промилле. 1 тонна теңіз суынан қанша тұз алынады? Екінші тапсырма. Бұл жерде балалар сендерге гидросфераның құрамдас бөліктері көрсетілген. Сендер осы гидросфераның құрамдас бөліктерін сәйкестендіру керексіңдер. Үй тапсырмасы балалар. Гидросфера және оның құрамдас бөлігі тақырыбын оқып келу және де картамен жұмыс, кескін картаға мұхиттарды түсіру. Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.